Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, француз тілін үйрену каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен мәдхі етістігінің жіктелуін және қандай мағына беретіндігі туралы өтеміз. Бүгінгі тақырыбымыз үшінші топ етістігі мәдхіға арналады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Мәдхі етістігінің бірнеше мағынасы бар, соның ішінде кию деген мағынаны білдіреді. Мысалы, ma mère met sa robe noire. Менің анам өзінің қара көйлегін киеді. Бұл жерде кию мағынасында, иә. Енді осы мәдхі етістігінің жіктелуін көрсетейін. Сіздерге айттым, мәдхі етістігі бізде үшінші топ етістігі, яғни ол бізде бұрыс етістік. Үшінші топ етістіктері жалпы білесіздер, әрқайсысы әртүрлі жіктеледі. Соның ішінде мәдхінің да өзіндік жіктелу бір стилі бар. Мысалы, мен киемін, je mets, s-пен аяқталады соңы. Сен киесің, tu mets. Ол киеді, il met, elle met, on met. Біз киеміз, nous mettons. Сіздер киесіздер, немесе сендер киесіңдер. Vous mettez. Олар киеді, ils mettent, немесе elles mettent. Енді осы мәдхі етістігінің басқа да мағыналарына тоқтала кетейін. Қою деген мағынаны білдіреді. Орыс тілінде ставить, класть деген мағынада. Мысалы, où tu as mis ma veste? Менің курткамды қайда қойдың? Pierre a mis ta veste dans l'armoire. Pierre сенің курткаңды шкафқа салып қойды дейді. Яғни бұл жерде бізде passé composéда қолданылған, яғни бізде бұл мәдхі етістігі өткен шақта қолданылып тұр. Passé composéні алдағы сабақтарда өтетін боламыз. Енді мәдхі етістігімен қолданылатын қалай сөйлемде қолданамыз, соны көрсетсем деп едім. Осы мысалдар арқылы. Мысалы, mettre un enfant sur la chaise. Баланы орындыққа отырғызу. Mettre une nappe sur la table. Дастархан төсеу үстелге. Осы мысалдарды өздеріңізге түртіп жазып алып отырыңыздар. Негізінен біз бұл жерде басқа да етістіктерді қолдануымызға болады, бірақ мәдхі етістігінің беретін мағынасының кеңшілігі сондай, ол көп деген жағдайларда қолданылады. Mettre les mains dans les poches. Қолды қалтаға салу, иә? Орысша засунуть. Негізен орысша аударған кезде өте көп мағынасы шығады. Mettre quelque chose dans la poubelle. Мысалы, мына жерде қоқыс жәшігіне бірдеңе тастау. Біз, конечно, jeter деген етістікті қолдансақ та болады. Jeter деген етістік бар француз тілінде, ол бізде тастау деген мағынаны білдіреді. Лақтыру, тастау деген сияқты. Бірақ көбіне осы мәдхі етістігі универсальдығы соншалық қолданыла береді. Mettre du sucre dans le thé. Шайға қант салу. Mettre une mauvaise note. Нашар баға қою. Яғни мұғалім сізге нашар баға қойған болатын болса, немесе жақсы баға қоятын болса, осы етістік арқылы сіз сөйлем құрап айта аласыз. Мысалы айтайық, мұғалім маған жақсы баға қойды. Le professeur a mis une bonne note. Арқарай. Mettre du temps. Уақыт жұмсау. Бұл жерде, яғни жұмсау деген мағынада қолданып тұр, именно уақытқа байланысты. Мысалы, tu as mis une heure pour traverser ce pont. Сен бұл мостты өту үшін 1 сағат уақытыңды жұмсадың. Мінекей достар, бүгінгі тақырыбымыз өте бір сондай етістікті талдауға арналды. Мәдхі етістігі үшінші топ етістік, қайталап өтейік. Оның жіктелуін қайтадан қарап шығыңыздар, және осы бүгінгі өткен сіздерге берілген сөйлемдермен өздеріңіз сөйлем құрастырып, комментарийде қалдыруды да ұмытпаңыздар.
бүгінгі сабақ пайдалы болды деген ниеттемін. Назарларыңызға көп рахмет. À bientôt.